Машинаның баллонына чехол тигейік. Алдымен баллонның размерін өлшеп аламыз. Менен 74 сантиметр шықты. Баллонның өзінің ұзындығына 6 сантиметр артық алдым. Ұзындығынан да 4 сантиметр артық алдым. Матанан осылай метр қойып, дөңгелектеп сызып аламыз. Ортасын тауып алсаңыздар өздеріңізге оңай болады. Өстіп дөңгелектеп кесіп алып, 2 мата дайын болды. Енді дөңгелектің сыртындағы ұзындығын өлшеміз. Енді 205 сантиметр болды. Енді матамызды кесіп аламыз. Жаңағы өлшеген биіктікті 16 сантиметр, ұзындығын 205 сантиметр. Мен 2 мата кесіп алдым, ортасын тігіп ала саласыздар. Ортасын тігіп алдық. Енді осыны дөңгелеп матамызға айналдыра тіге шығамыз. Соңғы қалған бөлігінде жібіміз үзіп аламыз да, екі жағын біріктіріп тігіп аламыз алдымен. Енді резинаны 114 сантиметр қылып алдым. Жаңағы матаны резина өткізетін жерді қайырып тігіп шығамыз. Резинаны өткізіп аламыз. Кішкене бөліп тесік қалдырамыз резина өткізетін қылып. Резинаны өткіздік. Соңғы 2 бөлігін байлай салсаңыздар болады. Өткіздік, осындай болып шығады. Енді үстіңгі бөлігінде қалың мата қаласаңыздар, 2 қабаттасаңыздар болады. Болмаса 1 қабаттап тіксеңіздер де болады. Мен 2 қабаттадым. Тағы бір дөңгелек етіп сызып алдым да, сол размермен 2-ін қабаттап тігіп алдым. 2 оң жағын біріктіріп тіктім. Айналдырып тігіп шықтым. Шеттерін кішкене қиып шығасыздар. Себебі оң қаратқан кезде дөңгелегі әдемі шығу үшін шеттері. Осылай қалған бұрышын ішке қайырып, сыртынан тігіс жүргіземіз. Мен айналдыра тіге шыға салдым, тігісін жатқызып. Осылай дайын матамыз беткі қабаты. Мен бұл беткі қабатына кнопка қададым. Өздеріңіз қалауыңызша замок жүргізсеңіздер де болады. Маған кнопка оңай болды. Кез келген матадан тігіп алсаңыздар болады. Қалаған маталарыңыздан. Вот дайын.